жаңа ғана айтылды, бірақ бір нақтылау керек болып тұр да, мына Қазақстанның тәуелсіздік алған жылдардан бері сыртқа заңсыз кеткен капиталдың көлеміне қатысты әртүрлі сан айтылады. Бір жерде 160 миллиард доллар, бір жерде 200 миллиард доллар дейді. Нақты қанша заңсыз капитал Қазақстаннан сыртқа кетті, және соның қанша пайызы бүгінде қайтарылды, нақты жауап айта аласыз ба? Енді нақты цифрлар туралы айту менімше қиын, әртүрлі, алуан түрлі пікірлер бар, сарапшылар өздерінің пікірлерін айтып жатыр. Бірақ мен нақты айтайын, айтып өттім да жоғарыда. Мен басқарып отырған комиссия қазіргі таңда 200 миллиард теңгеге жуық осы заңсыз шығарылған активтерді елге қайтару туралы келісімдерге қол қойды. Осы заңның субъектілерімен. Ол нақты цифр.